Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай вареникидің қуырылған түрінің рецептісімен бөлісемін. Өте дәмді, балаларға беруге күшті, үлпілдек, жұмсақ болып піседі, тәп-тәтті. Ең алдымен табамызға майымызды құйып, майды кішкене көптеу қылып құямыз да қыздырып аламыз. Сосын жоғарғы отта қызып тұрған майдың үстіне вареникімізді салып, 1-2 минутта барлығын қуырып пісіріп аламыз. Тез-тез пісіп шығады, екі жағы да араластырып, пилкамен араластырып отырсаңыз, вообще күшті, тез-тез пісіп шығады. Үйдегі балаларыңызға ұнайды деп ойлаймын. Өте керемет жасап көріңіздер. Үлкендерге де бәріне де ұнайды, жұмсақ. Сырты қытырлақ, іші жұмсақ болады, сонда вообще күшті. Чебуреки сияқты, бірақ оның жуа жоқ түрі. Асқазанға да тимейді, күшті, керемет.